Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы Хусамуддин ас-Сығанақи атындағы қарилар дайындау орталығының алғашқы түлектеріне ижаза куәлігін табыстады. Құран ижазасы тізбегі ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедтен бастау алатын қарилардың ережеге сәйкес Құранды оқуы мен толық есте сақтауын куәландыратын құжат. Бүгін бұл бақыт 17 түлекке бұйырды. Бұған дейін біздің еліміздегі қари балаларымыз, қариларымыз шетелге шығып, ижаза алуға Түркия болмаса басқа араб елдеріне барып ұстаз іздеп жататын. Қазіргі таңда мінекей сол шетел аспай, көп қаражат жұмсамай, елімізде өзіміздің Қазақстанда, Астанада және Алматыда арнайы ижаза беру орталықтары ашылды. Біздің мақсат діни, теологиялық, тілі терең білімді елімізден алуға иншалла жағдай жасасақ, ол нұр үстіне нұр болады. Өйткені ол өз кезегінде әртүрлі ағымдардың алдын алуға да өзіндік ықпал ететін болады. Алла ниетімізді қабыл етсін. Муфтият басымдық берген бағыттардың бірі білім. Сондықтан имамдардың біліктілігін тереңдетіп, классикалық еңбектерді еркін оқып, араб тілін жетік меңгеруге мүмкіндік беретін ислам орталығын ашу туралы шешім былтыр қабылданыпты. Көп замай Астана және Алматы қалаларында заман талабына сай орталық ашылды. Биыл бұл мекемелерде жалпы саны 30 қари білімін шыңдап шықты.